Сәлем достар, асты жабыспайтын, жыртылмайтын, өте дәмді болып шығатын манты жасаймыз. Дәл менің способым бойынша жасап көрсеңіздер, сіздердің де мантыларыңыз осындай сочный болып шығады. Алдымен мантымыздың қамырын жасап қоямыз. Суымызға бір ас қасық тұзымызды, 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз жақсылап еруі керек. Бұны немесе көз мөлшермен қоссаңыз да болады, немесе описанияда граммдарын қалдыратын боламын. Менде бұл жерде біздің мантоварка өте үлкен, соған арнап жасап жатырмын. Немесе дәл осының жартысын ғана дайындасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз. Осылай жұмсақта қойып қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмау керек, және де қатты жұмсақ та болмау керек. Орташа мөлшерде болуы керек. Оған дейін біздің ішіндегі салмасын дайындаймыз. 1 килограмм фаршымызға 2 сәбіз, 3 картоп, және де молырақ қылып 4-5 дана пиязымызды, дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышты қосамыз. Үстіне кішкене сұйық майды, және де осындай суымызды қосып жібереміз. Сұйық майды міндетті түрде қосыңыздар. Сіздердің мантыларыңыздың жақсы шырынды, сочный деп айтамыз ғой, сондай болуына көмектеседі. Жақсылап араластырамыз. 1-2 сағат уақытымыз өтіп шықты, біздің қамырымыз өз үйі жақсылап қанды. Сол кезде ғана біз жайып шығамыз. Шамалы ғана ұнымызды сеуіп, осылай жұқалау қылып қамыр жаясыздар. Қамырымыздың қалыңдығы қатты қалың болып кетпеуі де керек, немесе қатты жұқа болмауы керек. Бешбармақтың қамырын дайындайсыздар ғой, дәл солай мантының да қамырын дәл солай жасап дайындап шығамыз. Онда көп сеуіп қоймаңыздар. Егер көп сеуіп қойсаңыздар, мантының беті қатып қалады. Сол үшін оның шамал аздау қылып сеуіп жаясыздар. Және де қамырымызды егер қатты илеп қойсаңыздар, қаяз болып, мантының беті құрғақ болып жақсы шықпайды. Ал өте қатты жұқа қылып, немесе жұмсақ қылып илеп қойсаңыздар, мантыларыңыз жыртылып кетеді. Осында бірдей мөлшерде мантылардың қамырын кесіп алдым. Міне осындай бірдей мөлшерде біздің қамырларымыз дайын болады. Енді ішіне салмасын салып шығамыз. Әр салмасына 1 ас қасықта толтырып осылай саласыздар. Сол кезде піскен кезде әдемі болып, және де сочный болып жақсы шығады. Енді мантының түйеуі әркім өз қалаулары бойынша түйеді. Мен дәл осылай видеода көрсеткенде түйіп шықтым. Сол кезде мантыларыңызда әдемі көрінетін болады. Барлығын түйіп аламыз. Енді біздің мантоваркамызға осылай алдын ала майды жағып қоямыз. Кейбіреулер мен көрген кезде көріп жатамын ғой енді видеоларда, әр мантыға, осы мантоваркаға салар уақытта әр мантыға майға малып тұрып салады. Ол былайша айтқанда ұзақ уақытта алатын процесс. Маған ол ыңғайлы емес. Мен осылай мантоварканы майлап тұрып саламын. Одан кейін мен негізі бетіне май жақпаймын, сұйық май, бірақ осы жолы жағып көрейін деп шештім. Жақсы шығады, әдемі болып мантыларын жылтырап, бірақ жақпасаңыздар да жақсы болып шығады. Маған бірақ жаққан ұнаған жоқ. Мен енді келесіде жақпаймын деп шештім. Қайнап тұрған суымызға 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Мінеке біздің мантыларымыз дайын болды. Қараңыздар, ешқандай жабысып қалады, мантыларымыз жыртылып кетеді деп ойламайсыздар. Оның барлығы сіздің тестаңызға, яғни қамырына байланысты. Жаңағыдай мен айтқан қателіктерді жасамайтын болсаңыздар, сіздердің де мантыларыңыз керемет болып шығады. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.